Короче, машинаны жуайын деп отырып, қазір мотор жуамыз, құдай қаласа. 200 теңге салып қойдық теормен. Пена шашамыз, пена. Осы жердің пенасына риза боламын бар ғой. Сыртын сыртламай-ақ бүкіл кірінің бәрін жоққызып жібереді ғой. Оригинал пена. Бірінші сыртын жуып аламыз. Содан соң моторын жуамыз, моторын. Пока біз сыртын жуып шығамыз дегенше, моторы да суып, әдем болып тұрады да, жууға дайын болып. Машинаны айдап келесіп, мотор ыстық күйінде, моторды ашысып, мотор жууға болмайды да. Келіп хотя бір 5-10 минут сыртын жуып алғанша мотор суиды да, сол кезде барып жуа бересің. Суыңды шашып әдемелеп. Оригинал не болса, просто кірін ағызады да. Он сыртын шөт құлап жүрмейсің да. Осы жердің мойкасы жақсы, оригинал несі. Оригинал пена. Кәдімгі химиясы жақсы да. Бір шашасың, бір 5 минут тұрса, өзі ағыз жібере салады. Бүкіл кіріңді. Короче, мотор лас болып жатыр. Осы моторды қазір бір шайып аламыз. Жақсылап жуып. Пенасы оригинал жерге көріндір. Компьютерді жаба салған тұр. Кім білет, ішіне су кетпетті, ертең компьютер сатып алып жүресіңдер. Сол үшін осындай бір пакетикпен жауып қойсыңдыр. Генераторларын жақын жерде тұрса, генераторды жауып қойған дұрыс негізі. Жақсылап тұрып жауып қойсыңдыр. Сосын пеналарын шашып, әдемілеп тұрып пеналарын шашып, су кірмейді деп жауып қоясыңдар. Пеналарын шашып жүресің. Пенаны шашесің, осылай шаша бересің. Молодец. Көріне жақсылап тұрып шашасың. Астарына. Химиясы жақсы болу керек, барған жердің да. Химиясы беспонтовый болса. Жігіттер, каналға жазылып, тіркеліп, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Главный подписацияны басып қойыңыздар, а то 90% адамдар менің видеомды подписать етілмей көреді екен. Шашып қойдық. Жақсылап бір шашып аласың, кішкене дем алғанасың, тағы бір шаш жерсең болады. Ештеңеге зиян тимейді. 400 мың пробег болды ғой. Анда-санда естіп кеп жуып кетем. Қатты тап-таза қылып әдемі қылып жуғым келсе, автомойкаға барып жуа салам. Кірлерін бәрін езесің. Химиясы жақсы жер болу керек, әр жерге барып. Химиясы онша емес, просто пенасы. Пенасында химиясы жоқ, кейбіреулер әшейін құр көбік болады да, не оригинал. Ондай жерлер кетірмейді. Ондай жерге бармай қойсаңдар да болады. Химиясы жақсы, пенасы мықты жерлер болады. Сондай жерлерге келіп жуып алсаңдар болады да. Анда-санда. Астының бәрінде қандай кірлер ағып жатыр. Май, кір деген сияқты. Жақсылап жуып алып, әдемілікті тап-таза болып қоя саласың. Осылай бір анда-санда бір жуып шықсаңдар болады. Главный пенасы оригинал жерге бару керек қой. Болды. Бір 5-10 минут күттік. Висок, позлап. Осылай жақсылап сыртын айналдырып, сыртына бірінші кешіріп шығын. Пока что моторның бүкіл майларының бәрін жібітіп,
кішкене майларының бәрін кетіп тұрсын. Ең соңында шашамыз моторға. Кешірді. Каналға тіркеліп, жазылып, лайктарыңызды басып, комментарийіңізді жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Достарыңыз болса, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Машинасы бар достарыңызға. Машинаны сыртын тұтқылап алайық, себебі мотор кішкене тағы да химия кішкене ерсін, аны нелерінде майлардың бәрін қосып. Тағы да бір рет қазір тағы да бір рет әдемілеп атып шығамыз. Мұны тап-таза болды. Қазір тағы бір атып шықсақ әдемі болады бұдан да. Мотордың шыққандай болды. Осы кішкене бір 10-15 минут осылай тұру керек. Осы жерде ана суы бәрі кетіп, компьютері мынау бағана жауып тастаған затымды алып отырмын. Балапанымды алып отырмын. Міне, короче, мотор жуып біттік. Қазір кішкене бір 10 минут күттік. Енді қыздыру үшін оталдырып қоямыз, тағы бір 10 минут. Спокойно полпинка оталды. Ошибкалардың бәрін өшіп. 397 мың пробегке. Кішкене алдыға жүреміз да, оталдырдық. Алдыға жүріп, ана күннің астына кішкене 10 минут оталдырып қоямыз. Аккумулятордың несі жанып қалды. Одан қорықпаңдар, қазір аккумуляторға су тиді ғой. Пока доқ бермей тұр. Біраздан соң өшіп қалады ол. Кей кезде жанады, кей кезде жанбайды. Қорқатын ештеңе жоқ. Короче, жігіттер, машинаны оталдырып қоямыз да. Пока мотор, генератор бәрі дегенше осылай машинаның ішін пилисостап шығамыз. Сосын сыртын және ішін бұл траппен әдемілеп тұрып шығамыз. Пока біз машинаның іші сыртын сүртіп, пилисостап шығамыз дегенше моторда кегіп тұрады, оталдырып қойғанбыз. Генераторда кегі өшіп, бәрі чики-чики болып тұрады ғой. Короче, каналға тіркеліп, жазылып, лайктарыңды басып отырыңдар. Жігіттер, короче, мотор зыңдай болып шықты, тап-таза болып шықты. Әдемі. Жігіттер, менің генератордың чегі өшті.
бәрі нормально, қанттай болып тұр, в общем. Просто бағана генераторды негізі жабу керек. Просто біз астықта тұрғаннан соң көп тимейді да біздікіне. Су тимейді да, сол бағана сәл су тиіп кетті де жанып қалды ғой. Сосын от алдырып қыздырып қойдым. Генератор өзге суы кеткеннен соң қайтып істетті да. Өшті. Тіпті өшпей жатса, бір-екі рет газовать еткесіңдер. Өзі істеп кетеді ол генератор. Ал енді жігіттер каналға жазылып, тіркеліп, Кобальт Нексиясы бар достарыңа, моторлар кір-кір болып жүретін достарыңа жіберіп қойыңдар. Осылай бір 1000 теңгеге жақсылап тұрып, кузов салонымен қосып, моторымен қосып су басын. Бұл енді бұл менің көрсеткен минимальный. Жалпы негізі моторды профессионалдарға жудыртқан жақсы да. Зато өздері жақсылап тұрып су керек, тап-таза. Олардың химиясы, бұның химиясынан да жақсы болады да. Мотордың өзінің химиясы болады да. Олар майды әдемілеп тұрып су тастайды. А бұлардікі сәл шаң-паң сондайларды, кірлерді кетіреді да. Шли майларды кетіре алмайды қатты. Просто бетін тап-таза су қойғанға әдемі да, осылай. Сүп қойсаңдар болады. Аман сау болыңдар. Каналға тіркеліп қойыңдар. А то 90% адам каналға тіркелмей менің видеоларымды көреді екен. Комментарий жазып, сұрақтарың болса, сұрақтарыңды қойып отырыңдар.